Тоқаев қаңтар оқиғасы бойынша халықаралық тергеу жүргізуге рұқсат бермеді. Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев халықаралық қауымдастықтың қаңтардағы зорлық-зомбылықты халықаралық тергеуге шақыруын қабылдамады. Оқиғаларда кем дегенде 227 адамның қаза тапқаны ресми хабарланды. 29 қаңтарда теледидар арқылы сөйлеген сөзінде Тоқаев Қазақстан үкіметінің шетелдік державалардың көмегінсіз ішкі тергеу жүргізуге қабілетті екенін айтты. Ол Қазақстанға лаңкестер шабуыл жасады деген сөзін қайталады. Именно с бандитами и террористами, поэтому их нужно уничтожать. Қаңтардың 20 күні Еуропарламент бір ауыздан Қазақстан халқына қарсы қылмыстарды тиісті халықаралық тергеу жүргізуге шақырған қарар қабылдады. Тоқаев бұл қарарды әділетсіз және қажетсіз деп атады. Ескерту: Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Ресей бастаған ОДКБ-ның араласуына асығыс шақырды. Көптеген құрбандар болды. 1300 километрге жуық кәсіпорын зардап шекті. 100-ден астам сауда орталықтары мен банктерге шабуыл жасалды. 500 полиция көлігі өртеніп, шығын көлемін 1000 километрге жуық есе артты. Шамамен 2 миллиард доллар және 3 миллиард доллар деді ол. Тоқаевтың лаңкестерге қатысты мәлімдемесі бос сөзден басқа ештеңе емес. Өзінің тағын сақтап қалу үшін бейбіт шерушілерді террористке айналдырғаны анық болды. Сондықтан жағдайды бақылауға алған соң, ол асығыс мәлімдемесінде терроршылардың ізін жоғалта бастады. Тоқаев мәлімдемесінде террористер қақтығыста қаза тапқан жолдастардың мәйіттері мен жараларын өздерімен бірге алып кеткенін, ал лаңкестер жолдастарының мәйітін ұрлау үшін мәйітханаларға шабуыл жасағанын мәлімдеді. Кейінірек бейбіт шерулер кезіндегі құрбандар санын азайту үшін содырлардың баспанасы табылды деп хабарланды. Мұның бәрі өз тағын сақтап қалу және Тоқаевтың билік үшін күресте өз халқын қырғынға ұшыратқанын жасыру үшін жасалды. Әрине, Тоқаевтың сөздеріне өзі де оқиғаға мүдделі басқаларды сенбеді. Сондықтан қаңтар оқиғасын өз пайдасына пайдалана алмаған батыс елдері Қазақстан үкіметінен қаңтар оқиғасына халықаралық тергеу жүргізуді талап ете бастады. Әрине, Еуропа мемлекеттердің бұл талабы қазақ халқының құқығын қорғау немесе әділеттікті орнату әрекеті емес. Жоғалған позициясын қалпына келтіріп, өз мүддесін қамтамасыз ету. Олар қажет болса, Қазақстан үкіметіне қарсы санкция салуға дейін барады. Бұл ретте олар бейбіт шерушілерге зорлық-зомбылық көрсету, адам құқығы сияқты демократиялық құндылықтарды қару ретінде пайдаланады.